иглотерапияны негізі любой адамға қолдануға болады, бірақ та кішкентай балаларға емес, енді үлкен адамдар көбінесе ауырады. Иглотерапия деген бұл біздің өте бірінші көмек десем кеме емес. Бұл біздің тікелей тамырға әсер етеді, нервқа әсер етеді. Мысалы, мен скорыйда жұмыс жасап жүрген кезде иглотерапия арқылы инсультті емдеген болатын. Мен скорыйға жеткенше, больницаға жеткенше пациентім инсульті жоқ болып шықты ғой. Мысалы, тікелей әсер етеді. Сол сияқты ауруды, бір күндік ауруды Алланың қалауымен иглотерапия точкаға түсу арқылы емдеуге болады. Оны терең, мықты, білікті маман жасаған дұрыс. Қазіргі кезде иглотерапия саласында жүрген мамандар өте көп, бірақ та көбісінде білімдік деңгейі аса қатты қанағаттандырмайды. Құрметті оқырмандар, сол үшін иглотерапияны білікті, білімді медицина саласында жүрген маманға барған дұрыс деп ойлаймын.